Жақсы ер мына нәрселерді істемейді. Ер азамат отбасының басшысы әрі қамқоршысы. Әйел адамдардың міндеттері болатыны секілді, ер адамдардың да отбасында атқарар өз жұмыстары бар. Ал жақсы жолдас нендей нәрселерді жасамайды? Ол бірінші сынамайды. Жақсы күйеу әйел адамның қисық қабырғадан жаратылғанын біледі. Сондықтан да сынап, мінеумен оны сындыруға тырыспайды. Бір хадисте әйел адам қисық қабырғадан жаратылған, оны түзетемін деп сындырып аласың деген. Әйелді тек ақыл мен мейірімділікпен ғана тәрбиелеу керек. Кемшіл тұстарын айтып, кемсіте бергеннен гөрі жақсы жағын айтып, мақтап қойсаңыз, әйеліңіз сіз үшін жақсы болуға бар күшін салатын болады. Екінші, әйеліне зат секілді қарамайды. Сіздің әйелге қалай қарайтыныңыз, адамгершілік қасиетіңізді көрсетеді. Әйеліңіз өмірлік серігіңіз, балаларыңыздың анасы. Дәл сіз секілді ол да тірі жан. Бірақ әлде қайда нәзіктеу, әлсіздеу. Сондықтан жұмсақтық пен назар аударғанды жақсы көреді. Көбірек тілдесіп, сырласуға тырысыңыз. Көбірек көңіл бөліңіз. Көңіл күйін не мазалап жүрген, нені қалайтынын сұраңыз. Осылайша сіз әйеліңізге сүйіспеншілігіңізді білдіріп, оны қуанта аласыз. Үшіншіден, кемсітпейді. Әйелге жекіп, кемсітіп, не болмаса қорлауға болмайды. Қандай да бір қателік жасап қойса, ашуыңызға ақылыңызды жеңдіре біліңіз. Сіз сияқты әйел кімге керек дейсің деген сияқты сөздермен кемсітіп, ар намысын аяққа таптамаңыз. Жан жарыңыз ретінде, жеке тұлға ретінде сыйлай біліңіз. Аятта жұбайларыңмен жақсы қарап қатынаста болыңдар делінген. Өзгелермен салыстырмайды. Күйеуі әйеліне, әне, жұрттың әйелін қарашы, ал сенің жүрсің мынау деген айтқан сөздерінің өзі әйелдің нәзік жанын жаралайды. Өз-өзіне деген сенімін жоғалтып, іштей жеп тынады. Ең жақсы күйеу мыналарды жасайды. Біріншіден, әйеліне көркем мінез көрсетеді. Екіншіден, әлсіздік танытпайды. Үшіншіден, өзгеге көз салмайды. Алған білімін әйелімен бөліседі, бірге практика жасасады. Сондай-ақ қиындық уақытта әйелін қолдап жүреді. Әйелінің кей амалы намысына тиіп кетсе де, сабырлы болады. Әйелін сыйлайды және кемшіліктерін үнемі кешіріп отырады. Үй жұмыстарына әрдайым көмек беріп жүреді. Бала тәрбиесіне де әрдайым атсалысады. Әйеліңді бақытты ету үшін 7 кеңес. Ашушаң болма, әйелің сенің қасыңда өзін қауіпсіз сезінсін, оған жылы жүзбен жымиып қара. Бұл араларыңдағы мейірімді арттырады. Үшінші, оның кемшіліктерін жұрт алдында айтудан абай бол. Жарыңның артықшылықтарын есіне салып тұр. Төртінші, әйеліңе сараңдық танытпа. Оның еңбегін бағалап мақтан тұт. Бала тәрбиесінде оған әрдайым көмектес. Бесінші, мәселені ақылдасып шешу артықтық етпейді. Оның да пікірін тыңдай біл. Алтыншы, дауласудан аулақ бол. Дауласу некенің жауы. Жұбайыңды оған ұнайтын есіммен ата. Үй шаруасындағы кейбір істерін жеңілдетуде көмектесіп тұр.
Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге отбасының ынтымағын нығайтудағы ер азаматтардың құлағына бірнеше пайдалы ақпараттармен бөлісуді жөн көрдім. Құрметті ер азаматтар, жүрегіңнің таңдауы түскен адам жүрегіне жара сала көрмеңіз. Әйел алдыңыз ба? Оған қамқор болыңыз. Алақаныңызға салып ұстаңыз. Енді оның әкесі де, шешесі де сен екеніңді ұмытпа. Әкеден алатын арқа, шешеден алатын мейірімді сенен көру керек екенін де ұмыта көрме. Бұл жігіттің бойында табылатын асыл қасиеттер екенін есіңде сақта. Және мынаны ұмыта көрме. Егер әйелің жылап жатқанда, онымен анасы сияқты сырлас. Әйелің өзін әлсіз сезінгенде, әкесі сияқты қамқор бол. Әйелің қателік қылғанда, ағасы сияқты түсіндір. Әйеліңнің бір нәрсеге көңілі болмағанда, оған дос сияқты бол. Әйеліңе кеңес керек болғанда, әпкесі сияқты бол. Оған жұбайы ретінде адал бол және әрқашанда жанында екеніңді сезіндір. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер менің осындай пайдалы әңгімелерім ұнайтын болса, менің арнамнан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз болғаны. Менің арнамда осындай ғибратты, мағыналы, тәрбиелі және өмірде болып жатқан шынайы әңгімелер топтамасы бар екенін естеріңізге сала кетем. Сондай-ақ салт дәстүрлердің, ырым-тыйымдардың, әдет, ғұрыптардың шығу тарихы, сондай-ақ жаңа өмірге деген мотивациялық қағидалармен де бөлісіп отыратынымды естеріңізге сала кеткім келеді. Ендеше қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосады деген сенімдемін. Қош сау болыңыздар.